Жартылай орта салмақтағы 3 раундтық жекпе-жек. Қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көкбұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 3 жеңіс, 3 жеңіліс. Оның бойы 170 сантиметр, салмағы 66 келі. Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар. Сырым Бекторсан! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 20 жеңіс, 7 жеңіліс. Оның бойы 167 сантиметр, салмағы 66 келі. Бішкек, Қырғызстан, қарсы алыңыздар. Қанатбек Келтіпека! Рефери Манап Каптиев. Сақтаймыз, ереже бойынша 3 раунд 5 минуттан. Сәттілік. Осылайша октагондағы рефери Манат Қабдиев тиісті нұсқауларын айтты және бірінші раунд басталады. Алматы аренадағы жанкүйерлердің қолдауын бұл жауынгерлерде сезінеді. Екеуіне де артылған жауапкершілік үлкен. Бұл айқас бірден Сырымның сенімді шабуылдармен басталды. Қазірге Сырым аяғын іске қосып көруде. Ал Қанат алыс қашықтан бағытталған осы құлаштап ұрып көруге тырысты. Сырымның қарқыны жаман емес, өте жақсы динамика. Қанатты аса тәжірибелі. 27 айқас өткізген жауынгер дедік. Және ресей секілді жоғарғы деңгейлі лигадан келіп отырған файтер бүгін Алматы аренада бар біліктілігін көрсетіп қалуға тырысады. Ал Сырым Бектұрсын 2018 жылдан бері кәсіпқой деңгейде айқас өткізген жоқ. Дегенмен бабында екендігін бірден байқатты. Ең алдымен жылдамдығын айта кетуіміз керек. Өзінің қолының ұзындығын сәтті пайдалануда қазір. Тіге бағытталған 2-3 соққысы жақсы. Нысанаға дарыды. Қанатта қарап қалмайтыны түсінікті қазір. Ішкі лоу жасап көрді. Бұл енді қарсасының ішіне бағытталған Сырымның соққысы еді. Қос жауынгер бүгін серуенге шықпағаны түсінікті. Серуен үшін келген жоқ 8 бұрышқа. Екеуі де жеңіс үшін жорыққа шықты. Бүгін маған бірден көзіме түскені Жұман Сырым бабында секілді. Және көз қуантады бұл қимылдары қазір. Көріп жатырмыз қазір. Сырым жақсы бабында екені, бірақ айтып өтер, бұл жекпе-жек, бұл кәдімгідей төбелес. Кез келген уақытта жекпе-жек тағдырын бір ғана соқ шешіп кетуі мүмкін. Сол себепте мұқият болған дұрыс бұндай тәжірибелі қарсыласқа. Өте жақсы қос файтерде шалт асығыс қимылдарға барып жатқан жоқ. Әрбір бағытталған соққы, жасалған қадам, жинақы, ақылмен істелуде. Қанаттың қарқыны енді белгілі. Бұл енді раунд сайын күш қосатын файтердің бірі. Ал әзірге Сырым сергек қимылдауда жақсы. Шынында бір үлкен шешуші батыл жоспармен шыққандығы түсінікті бұл айқасқа. Жемісті соққы алмасу, мына тұста ауыр бір соққы өткізіп алды Сырым. Қазірінде Қанаттың осы бір шабуылдарынан барынша қаша отырып, алыс қашықтықта шабуыл жасаған дұрыс секілді ме? Қалай ойлайсың, Жұман? Сырым өте дұрыс жасап жатыр қазір. Осылай
алыс қашықтықта өнер көрсету керек. Екінші нөмір болып жасау керек. Сол себеп жасатын болса, жеңіс ауылы алыс емес деп сенемін. Асықпау керек. Ең бастысы қызуқандылықпен дұрыс әрбір жасаған шабуылды ақылға салып жасау керек. Міне қазір керемет сол қолы қанша рет өтіп жатқан көріп жатырмыз. Соққысының асықпау керек ең бастысы. Ал қанатқа келер болсақ, ол кісінің бұл спортшының жасап жатқан бірінші нөмір болып, өйткені алда 2 раунд бар. Сырымбек Тұрсында біз ең алдымен жақсы боксшылардың, жақсы осы бокс мектебінен өткен спортшы деп білеміз. Одан кейін осы ММА дәстүрін меңгерді. Ал енді қанаттың күрес мектебінен өте тамаша соққы алмасу. Қандай бір қайшылық мына тұста. Қараңыздаршы. Өте жақсы. Келдібеков аяғын іске қосты. Және партерге ауыстыруға тырысып жатқандай. Қырғызстандық файтер. Өйткені көп соққы өткізіп жатыр қанат. Сол себепте күресуге тырысады. Бірінші кезең аяқталды. Сол себептен содан байқап, асықпай осы қарқында бірінші раундтарда жұмыс жасау керек. Сырым қазір енді өзінің сергек жағдайда екендігін дәлелі көрсетуде. Серік бауырым, рекорд бұл жерде еш нәрсе шешпейді. Дұрыс айтасың. 3-3 керемет бір тәжірибелі қарсыласқа бір керемет жекпе-жек сылап отыр. Сол себептен рекорд бұл жерде ештеңе емес. Егер бүгін Сырымбек Тұрсын осындай бір аса тартысты айқаста өзінен тәжірибесі әлде қайда мол қарсыласын жеңе алатын болса, және оған ол толыққанды күші де барлық мүмкіндіктері де жетеді. Егер жеңіске жететін болса, осы 66 келі салмақ дәрежесінде бұл айқас осы Сырымның осы бір дивизионға тосын сый болып келетін түсінікті. Жаңа бір есім деп айтайық және серігасында. Жаңағы келісім шартын рәсімдеп, әрмен қарай жорығын жалғастыратын болады. Өте жақсы. Қазір енді қанаттың ұмтылысын барынша құлыптап тастауға тырысады Сырымбек Тұрсын. Жаңағы айтып өткенде қанат күресуге тырысады, бұдан бұлай өткені стойкада көрініп тұр. Кішкене ашық тұстары, сол себептен қазір Сырымды партер әдісіне салуға тырысады қанат. Келдібековтің қорғанысынан саңылауын тауып алған Сырымбек Тұрсын қазір сол саңылауды барынша сол бір тұсқа, сол бір әлсіз тұстарына соққыларын әлсін бағыттауға тырысуда. Әрбір жұмсаған жұдырығы енді нысанаға дәл тиіп жатпаса да, бұл жерде көздеген жері көрдік. Тағы бір шешілетін фактор, ол функционалдық дәрежеге кім қалай дайын екен. Қанатты көріп тұрмыз. Қазір қарқынды жұмыс жасап, Сырымның функционалдық дайындығының дәрежесі қандай деңгейде болғанын көріп өтеміз. Кішкене шаршаған сияқты Сырым бауырымыз. Негізі қазір қос файтерде сәл де болса шаршай бастаған сыңайлы. Енді байқасаңыз қазір қанаттың соққылары өтіп жатыр. Бәрекелді. Басқа қараңыздаршы. Аяғынан ұмтылған Сырымға мүмкіндік бермеуге тырысып еді, бірақ шалып құлата алды. Шаршаған секілді Сырым бауырымыз. Өйткені оңай емес, осындай қарқынды жоғары деңгейде жекпе-жек көрсету. Жаңа бірінші раундтың басында біз айтқан болатынбыз, функционалдық тұрғыда кім мықтырақ, кім дайын, және төзімділік қазір шешуші фактордың біріне айналады. Сырымға енді қазір мақста өзіне осындай ауыр соққылар өткізуге еш мүмкіндік бермеу қажет, қорғану қажет, қимылдау керек. Өте ауыр соққылар өткізіп алуда қазір қанат. Жекпе-жек тоқтатылды. Енді не десе де бірінші раундта мен шынымен
Сырымға барынша шешуші фактор. иә, Сырым қошеметке лайықты. Әрине, Сәл-сәл осындай жетпей қалған тәжірибелі секілді. спортшыға қарсы керемет жекпе-жек көрсетті. Мұнда тек қана функционалды шешуші фактор болды. Сол себептен мойыма Сырым Батыр